Қайырлы күн, бүгін гнездышко, яғни құстың ұясы атты түскі ас немесе кешкі ас даярлайтын боламыз. Тез әрі оңай дайындалады және үйде бар қол жетімді заттардан. Ол үшін бізге керек заттар: сәбіз, картоп, пияз, фарш және лапша. Гнездыға арналған құс ұясы сияқты лапша қажет. Алдымен ыдысымызға пиязды төртбұрышты майдалағып турап аламыз да, үстіне татым нардай тұз, бұрыш салып, жақсылап мыжғылаймыз. Оның үстіне дайын сәбіз бен фаршты салып, барлығын бірге араластырамыз. Осымен құс ұясына салынатын біздің фаршымыз дайын болды. Дайын болған фаршты осылай құстың ұяларына, лапшаларға үстіне жайып шығамыз, яғни қойып шығатын боламыз біртіндеп. Барлығын үстіне қойып, алдын ала дайындап аламыз. Одан кейін картопты, сәбізді турап, оның бәрін бір шетке қойып қоямыз да, қызып тұрған тапамызға пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязды қуырып болғаннан кейін әрі қарай картоп пен сәбізді салып, оны да 1-2 минут жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін томат пастасы немесе қолдан жасалған томат пастасын құйып, үстіне 1 бокал суды құямыз да қайнағанын күтеміз. Қайнап болғаннан кейін татымына қарай тұз, бұрыш немесе түрлі дәмдеуіштер салып, дәмін келтіріп 1-2 минут қайнатамыз. Яғни картоп, сәбіз піскеннен кейін үстіне дайын болған құстың ұясы лапшаларын осылай біртіндеп салып шығамыз. Араларын кішкене ашамыз, өйткені лапша бізде суға түскеннен кейін ісінеді. Осымен біздің құстың ұясы атты кешкі ас немесе түскі асымыз дайын болды. Тез әрі оңай, уақытты тиімді пайдалануға көмегін тигізеді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Айкони Фудқа тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.